Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Бойдағы жігіттің бөлмесінде түнеген сұлу қыз. Қараңғы түсіп, түн жамылған кез. Есіктің қағылған үнін естіп, жігіт есікті ашты. Кенет түсінбестен дауыстап жіберіп, «Сен кімсің?» деді ол. «Мен студентпін, мұнда мұғалімдермен келген едім. Бірақ олар мені жалғыз тастап кетті. Ал мен қалай қайтуды білмеймін», деп жауап берді қыз. Жігіт: «Сен халық көшіп кеткен аймақтасың. Сенің барар ауылың оңтүстік жағында, ал сен солтүстік аймағындасың. Бірақ бұл жерде ешкім тұрмайды», деп оның таң атқанша бір бөлмелі ғана үйіне түнеуіне рұқсат етіп, ол қыздан өз төсегін жатуын сұрап, өзі жерге жататынын айтып, жігіт төсегінің бергі жағынан жіп тартып, жіпке мата іліп, екі араны бөліп қойды. Ал қыз болса, қатты ыңғайсызданып, түнде бір әурет жері ашылып қалудан қорқып, қымтанып жатты. Жігіт қолына кітап алып, оқып жатқан болатын. Кенет кітапты жанына қоя салып, алдындағы жанып тұрған шамға бас бармағын біраз уақыт күйдіре ұстап тұрды. Араға аздап уақыт салып, өзге саусақтарын да солай күйдіре бастады. Қыз қымтана дыбыс шығармай көзіне жас алып, шариғат талаптарына қайшы іс-әрекеттер болмауын тілеп қорқып жатты. Екеуі де түні бойы көз ілмеді. Таң атысымен жігіт қызды ауылына апарып салды. Қыз жігітпен болған оқиғаны әке-шешесіне бұлжытпай айтып береді. Бірақ оған әкесі қызының хәлін көріп сеніңкіремеді. Қыз түндегі қатты қорқыныштан ауырып қалған еді. Ертеңіне әкесі сол ауылға барып, жігітке жол көрсетуін сұрап барады. Сол кезде жігіт жол көрсетіп жатқанда, саусақтарының күйгенін көріп, жолшылай себебін сұрайды. Жігіт: «Кеше бір сұлу қыз келген еді. Түнде менің бөлмемде қонған болатын. Екеуміз ғана болғандықтан, екеудің үшіншісі шайтан болады дегендей, түнде шайтан азғырды. Мені азғыруы қатты күшейген кезде, тозақтың отын есіме алу үшін саусағымды күйдіріп, нәпсімді тежеп отырдым. Саусағымның күйгенінен гөрі мен үшін сол қыз жайлы ойлауым ауырлау қиын болды», деп болған қисаны айтып берді. Қыздың әкесіне жігіттің нәпсісін тежеудегі тақуалығы ұнап, оны өз үйіне қонаққа шақырды. Сұлу қызын сол жігітке беріп, екеуін үйлендіруді мақсат етті. Расында ойланып қарасақ, бір түндік харам істің орнына бүкіл өмір бойында адалдықты жеңіп алды. Аллах алдында ештеңеден құр қалмады. Аллах оған сол сынақтың сыйы ретінде оған бұл дүниеде сол сұлу қызды мәңгілікке сыйлап қойды. Ойланайық ағайын, қандай да бір харам істен қашар болсақ, Аллах оның есесін ойлаған жерден жеткізіп қояды. Аллах тағала Құранда: «Кім Аллахтан қорықса, оған бір шығар жол береді, және оған Аллах ойламаған жерден ризық береді» делінген. Мінекей достар, видеомыздың соңына да жеттік. Арнамызды қолдауды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.